Сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Тока Айкос, және де бүгін менде новый сериал. Бұл сериалдың аты Сатқын құрбы. Сіздер менің активімді көтеріп, және де мені қолдап, комментарий жазып, сөйтіп кетіңіздер. Ал ендеше біз ақырындап бірінші бөлімді бастаймыз. Кеттік. Тыныш қана үйде отыр, мен кеттім. Жұмысқа жарай ма? Ана құрбыңды шақырып алмашы осыдан. Осыны көрейін, үйден бар ғой, жаныңды шығарам. Ұқтың ба? Жарайды, анашым, бара беріңіз, жолыңыз болсын. Рахмет. Мен телефоным қайда екен? Подружкама звондайын да, шақырып алайын. Әйтпесе үйде ішім пысады. Сонымен лучшырақ ішім пыспайды. Сол үшін звондап шақырып алайын. Мен сені таппай жүрсем, мына жерде тұр екенсің ғой. Так, телефонымыз қосайық. Алло, не болды? Аяна, үйге келе аласың ба? Үйде мама жоқ. Жарайды, қазір-ақ келем ғой. Аха, жарайды. Мен сені күтемін. Екеуміз бірге PlayStation ойнаймыз, ана-мына істейміз. Я, болды, айтпай-ақ қойшы, қазір барам. Аха, давай. Тез кел. Я, келем ғой. Қазір бірге PlayStation ойнаймыз. Көңіл көтереміз. Өзі де келген сияқты, барып ашайын есікті. Привет! Привет, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, норм. Мә, осы сендердің үйлерің күшті жиналып тұрады. Біздің үй өмірі шашылып жатады ғой, әйтеуір. Қашан көрсең де шашылып жатады. Қазір мысалы біздің үйге баршы, шашылып, бықсып жатады ғой, құрсын. Міне осындай жер менде бар. Енді мен бірінші рет келіп тұрмын, өте әдемі екен үйлердің. Я, мама көп ақша табады, мама мұғалім болып істегеннен кейін, ақшаны миллиондап тапқаннан кейін үйді біз жаңартып алдық. Негізі үйіміз сәл-пәл ескілеу болған, жаңартып алдық. PlayStation ойнайық, жүр. Я, ойнасақ ойнайық, сосын кешке қарай серуенге шығайық, қалай қарайсың? Шықсақ шығайық, қарсы емеспін. Кеттік, тезірек PlayStation ойнайықшы. Ішім пысады, әйтпесе мен кетіп қалам. Жарайды, кеттік. PlayStation қайда? Мама тық кеткен ба тағы да? Той, неге тыға береді осы? Как всегда тығып кетеді. Ой, бір кет жар, мен үйге кеттім, мен PlayStationға сенімен ойнауға келсем. Жоқ, кетпеш, қазір тауып көрем. Если таппасам, серуендеуге шығайық. Ой, бош енді, тезірек іздеші. Әйтпесе мен қазір желаниям кетіп қалады ойнауға. Жарайды, қазір іздеп жатырмын. Таппадым. Мама, әйтеуір тығып қойса, мәстір, любой жерге тығып ұстайды. Той, кетші бар. Елді ұстатып, нервыма тиіп осығыз. Той, не істеймін, ішім пысады ғой. Телефонда дым қызықсыз уже. Қарным да ашты. Холодильникте не бар екен? Хлопья ғана жасай алам. Ал менің подругам бәрін жасай алады. Жота, ол мен жақсы көрмей бара жатырған сияқты. Бүгін кешке дейін татуласып алсақ екен. Әйтпесе онсыз маған дым қызықсыз болады. Хлопья да маған ұнамайды уже, күнде ішем. Мама күнде жұмысқа кетеді. Суббота мен воскресеньеде ғана нормально тамақтар іше алам. Шіркін, өзім нормально бір тамақ жасай алсам ғой. Тура Аяна сияқты. Жоқ, қайдам, осындай хлопья ғана ішем күнделікті. Басқа ештемеде ішпейтін болдым қазір. Кофе ішем. Шайды да қайната алмайым, дұрыс. Кофе басқа зиян емес пе?
Жарайды, енді тезірек жеп алайын. Потом звондаймын Аянаға, кешірім сұрап көрем. Так, Аянаға звондайын. Алло? Алло, Жашы звондадың ба? Мен кешірші. Мен кешке жақын мамадан сұрап, екеуміз PlayStation ойнаймыз деп сұрап көремін. Кешірші, мен үйге келші, екеуміз бір жаққа барамыз. Мен сені апарам, менде ақша бар. Жарайды, келем қазір. Екінші рет қайталанбасын, әйтпесе екінші рет қайталанатын болса, мен саған кәдімгідей үйренші қалам, сенімен сөйлеспеймін. Наконец-то татуласып алдым ма әйтеуір деген кезде. Қазір келеді. Ура! Так, серуенге шыққан кезде мына киіммен барсам біртүрлі болып қалады. Сол үшін осыны кие салайын. Ал мынаны алатын шығар. Сол кезде мамаға жуа салыңыз деп айту керек. О, привет! О, привет! Наконец-то екеуміз татуластық. Я. Енді сен қалаған жерге апарайын. Менде пока что Каспиімда 10 000 бар. Сен қалаған жерге апарайын. Я, мен өзім андай жеке бір жерге барғым келіп тұр, яғни тамақ ішкім келіп тұр, мақта жегім келіп тұр, андай тәтті мақта, сондайлар болады ғой. Сондай тәттілер жегім келіп тұр, әйтпесе мен үйде вообще тәтті жемейтін болғам. Жарайды. Кеттік ондеше. Кеттік. Міне мен осы жерді ғана білемін, қалған жерлерді білмеймін. Әйтеуір кішкентай кезімде, где-то бір 8 жасымда ма, осы жерге мамам мені алып келген. Потом мен осы жерде құлап қалғам, сөйткем. Сен осы жерде отыра тұр, енді мен қазір андай-мындай алып келейін жеуге. Барш, надоелсің уже. Тамағыңа ғана көніп жүрміз. PlayStation'ды қызғанып, өзің тығып ұстағанның бетінен көрініп тұр ғой. Дос болғым келмейді осындай қыздармен. Көресің, ертең ақ өзім жақсы подруга тауып алам. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл жерде бізде неше түрлі тағамдар бар, не жейсіз, айта беріңіз, қарсы емеспіз. Сосын далаға отырып жеу деген жоқ, штраф салынады 1000 теңге. Яғни бізде өте көп заттар, анаяқтар рецепттер бар, көрсеңіздер болады. Бізге 2 тағам, яғни любойын жасап бере салыңызшы. Салат болсын, жасап бере салыңыз. Мен штрафты төлей саламын. Біз далада отырып жегіміз келіп тұр, яғни орындықта отырып. Жарайды, штрафты бастыққа төлейсіз. Бастық ана жерде отырады. Жарайды. Қанша минутта дайын болады? Где-то 10 минутта дайын болады. Екеулеріңізге жаңағы официантты шақырмасаңыздар, ол келмейді. Ол өйткені робот адамның айтқанын ғана істейді. Мен айта алмаймын, менің қолдарым босамайды, енді клиенттер көп дегендей. Жарайды, айта салам ғой. Кәні алып келгенің осы ма? Жоқ, қазір 10 минуттан кейін дайын болады. Сенде андай 1000 теңге бар ма штрафқа? Қумаш, мен ақша алған жоқпын. Сенде бар дедің ғой. Жарайды, өзім төлей салармын бірдеме қылып. Мамадан сұрап көрейін, қазір звондап. Бірақ үндеме, мамам біліп қойса, мамам ұрсады маған. Алло, мам? Алло, қызым, не болып қалды, айта берші тағы. Мама, маған 1000 теңге салып жүріңізші, қарным ашып кетті. Ойбай, холодильникте тамақ толып тұр ғой, қарның ашқан ес. Жоқ, өзім бір кафеге барғым келіп тұр да. Ана бұрынға сіз апарғаншы, сояқтан тамақ жейін деп. Әйтпесе мен тамақ жасай алмаймын ғой. Хлопья ғана жеймін күнде. Келді ма? Я келді, анашым, рахмет сізге көп-көп. Давай, мен қолым бос емес, мен кешке жақын келем. Үйді жинап қой дұрыстап. Жарайды, жинап қоям. Не дейді, что там?
Сол жарайды, салып жібердім дейді Каспиіңе. Мен уже бастыққа лақтырып қойдым жаңа ғана. Енді 10 минуттан асып кетті. Тоқта, даяршы өз сондай ғой, робот ол. Оны шақырмаса ол келмейді. Ойбай, не деген бір түрлі адамды алсақ айтеді. Толып жатыр ғой қазір жұмыс істеп жүргендер. Білмеймін, қазір шақырып көрейін. Қазір алып келем дейді. Ойбай, қазір тағы 5 минутқа жоғалып кетпесінші. Қазір келеді. Міне сіздердің тамақтарыңыз, маған ескертпесеңіздер, мен ұмытып кетемін. Ал тамақ жасайтын, яғни аспазшының қолы тимей жатады. Маған ескертіп тұруларыңызды сұраймын. Міне дайын болды сіздердің тағамдарыңыз. Жарайды, робот, бара бер, рахмет саған. Ой, робот бар ғой, надоело уже. Не деген дәмді тамақ, түріне қарасаң. Тез жеп қойғым келіп тұр бар ғой. Мына соқтың өзі бар ғой. Ғой. Осы жақтың тағамдар маған қатты ұнайды. Тоже ұнайды. Осы жақты мен мамама келгеннен кейін бірде ұнатып қалдым ғой. Мен де ұнатып қалдым. Мен келесі жолы көп келіп жүрем осы жерге. Рахмет маған совет бергеніңе. Жарайды, давай біз күшті отырдық. Мен сені жақсы көрем. Түнде жазасың ғой, жарай ма? Мен үйге барайын, әйтпесе мама тағы ұрсады маған. Давай. Мен де барам, қазір бала қарау керек. Білесің ғой мен жұмысымды. Я, давай. Пока. Пока, жолым болсын. Ана қыз қайдан нервті ауыртып адамның. Осы қыз уайымдап ақ ұйықтай алмайтын болдым ғой. Қашан келеді, уже надоел болып кетті бар ғой. Қазір бар ғой, мен оны дұрыстап тәрбиелемесем келсе. Қайда мына қыз? Адина? Ау, мам. Берге кел тез. Қайда жүрсің, Мен сен іздеп мына жерде уайымдап жатсам, қаяқта жүрсің сен қыз қаңғырып. Мен сен только кафеге ғана жүрдім. Ақшаңды салдым, аудардым, енді неғып үйге тезірек келмейсің? Мама, мен подругамен жүріп едім. Неғып онда подругамен кеттім деп, бағана звондаған кезде айтпадың, Сол кезде мен сен мына жерде уайымдап, шырылдап жүрсем, сен болсаң айдалада қыдырып жүрсің, Мам, кешіріңізші. Яғни кешірдім, екінші жол қайталанатын болса, мен сені кешірмеймін бар ғой. Үйде отырмайсың ба тыныш қана? Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып және тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар. Және де достар, активімді көтеріп жіберейік. Мен сіздерге қызықты қылып, және де көп қылып видеолар түсіруге тырысамын. Всем пока-пока.